арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Қарамола оқиғасы қалай басталды? Немесе Сарының әңгімесі. Ел мен ел арасындағы тартыс, территориялық талас адамзат ес білгелі толастаған емес. Оны ұзақ күресте әр халық күрестің неше түрлі жолын ойлап тапты. Әлемдегі этностық территориясы жағынан ең мол жерге ие халықтардың бірі біздің қазақ. Мақтансақ та соны айтып, ата-бабам ақ найзаның ұшымен қорғаған дей береміз. Дегенмен тек қарудың күшімен ғана жер жауланбайтын болса керек. Қазақта ата-бабам жатқан жер деген бір ұғым бар. Осыны көбінде әруаққа құрмет, оған сыйыну деген сыңайды айтып жүрміз. Өзім естіп білген бір аңыз бойынша осы ұғымдардың да дүниеуи, әсіресе территориялық мәндегі бір сыры бар секілді. Осыдан біраз жыл бұрын бірнеше ақын жазушылармен бірге Қытайдағы Алтай қаласында бас қосуда болдым. Сонда Марат Қинаят есімді тарихшы, этнограф ағамызға қаумалаған жұрт Сарының әңгімесін айтыңызшы деп қол қалады. Марат ағамыз мұртынан жымиып қойып, біразға дейін өтіндіріп алды да, ақыры әңгімені бабымен бастап кетті. Сондағы айтылған Сарының әңгімесі мынау еді. Бұл мезгіл 1800 жылдардың басы, не орта тұсы болса керек. Алтайдың Моңғолиямен шектескен төр жайлаудан шығар жолда Саршоқы деген үлкен тау бар. Сол Саршоқы Аюсай, Арағаты, Аңсаты, Шойғаты, Жорғаты, Күрті, Кешу бұлақ деп бөлік-бөлік аталатын 7 саладан тұрады. Әр саласы басынан етегіне дейін бір көштігі жер. Осы 7 саланы сол кезде Моңғолдың 7 нояны билепті. Әр ноянның қол астында бір рулы елі бар. Ал қазақтар жоңғар жойылғаннан кейін Сауыр тауынан асып Алтайды біртіндеп қоныстана бастаған. Саршоқыға әлі аяғы жете қоймаған. Бір жылы ел жайлауға шығарда Керейдің 4 биінің бірі, Жәнтеке ішінде Барқы Топан бидің үлкен ұлы сары ерлік жасап, өзіне қарасты бір рулы елмен Зәм Қарағайды асып келіп, Аюсайдың басына үй тігіпті. Алғашқы кезде бұндай батылдықтан сескенді ме әлде, артында қалың ел бар деп қорықты ма, моңғолдар ашық қарсы келмепті. Жаздың бір күні Сарының бір жақсы аты жоғалып, қарауға өзі кетеді. Осы мүмкіндікті күтіп отырған моңғолдар Сары енді жалғыз жүргенде қапада өлтіріпті. Онымен қоймай, басын кесіп алып, бассыз денесін мінген атына ағашпен тіктеп байлап жібере салыпты. Өлі иесін арқалаған жануар қонысқа тартып, қазақтардың көзіне түседі. Атқа мінген бассыз денені алыстан көргендер басында қорқып, жымба періме деп сасыпты. Еліші болған соң естісі бар, есері бар, жын мен перінің бөйтіп жүргенін бұрын көрмеген үлкендер жағы бұнда бір бөлек сыр бар екенін ұғып, ұстап алып келуге бұйрық береді. Алып келсе жоқ қарап кеткен Сарының бассыз денесі екен. Жақындар жоқтап ел жұрт күңіреніп азаматтарды Сарының басын іздеуге жұмсайды. Аяқ жетер, әмір жетер жердің бәрін кезіп түк таппаған соң, ақыры бас орнына ұннан илеп бас жасап, арулап көміпті. Жерлеп қайтқан күннің ертесінде қабір басына барса, қабір қазылып, Сарының денесі жер бетінде шығып қалыпты дейді. Бұл сырлы іске ел болып жағаларын ұстап, ұзақ аят оқып, қайталай жерлейді. Алайда ертесі күні тағы осы оқиға қайталанады. Үшінші күні тіпті өлі дене жалаңаштанып, ақбөз кебінің кесілген мойнына тығып кетіпті. Басында жұрт бассыз денені жер қабылдамай жатырма деп қорқыпты. Осы жерді бекер қоныс еттік бекен деген алаңда болған көрінеді. Осындай кезде ел ағаларының бірі қазылған қабірге шығып қалған денеге қарап, «Мынау Алланың да періштенің де іс емес, бұны адам істеген. Анау кебінді қамшының ұшымен тыққан, табы қалыпты» дейді. Осыдан кейін қабір басына үй тігіп, Мықты деген жігіттерге күзеттіріп қойыпты. Енді берік күзет қойылғанын көріп, моңғолдар жолай алмапты. Осыдан кейін қазақтар ақыл қосып, кек қайтарудың орайлы сәтін күтіпті. Ол үшін мықты жігіттерді жұмсап барлау жасатып, 7 нояның бір жерге жиналған сәтін күтіпті. Ақыр ол күнде келеді. Аюсайдың етегіне қарай Майтұң деп аталатын бір шағын қоныс бар. Жаз ортасына қарай сол қоныстағы 50 шақты үйде 7 ноян бас қосып, дулығып жатыр деген хабар жетеді. Дулығып деп моңғолдардың әркішіп, той тойлағанын айтатын болса керек.
Қазақтар жылдам қимылдап, 300-де жігіт атқа қонып, ел ұйқысынан оянбай жатып ауылды басып қалады. Соғыста аяушылық болсын ба, елу үйде кәрі жас, бала шаға демей түгел қырып, 7 ноянның басын бөлек алып келіпті. Керек деген мал мүлкін түгел олжалап, тып-типыл еткен соң, 7 ноянның атына 7 мықтыны мінгізіп, жал-жалды шарлатыпты. Ондағы мақсат бірі қалған моңғолдарға сес көрсету болса, екінші жағынан 7 ноянның тірі қалғаны бар болса көзге түсер деп жасаған амалдар екен. Бұл жазда ел бастайтын көсемдерінен айырылған моңғолдар қарсы қимыл жасауға батпаған көрінеді. Сырғи көшіп, қазақтардан іргесін аулақ сала беріпті. Ал келесі жылы әруағымыз жатыр деп қазақтар Аюсайдың басына тіпті одан да көлемдірек қонысқа келіп жайлайды. Алайда моңғолдар сол беті жауапсыз қалмайды. Арада бірнеше жыл өтеді, қазақтар бірде моңғолдың жылқысын үркітіп, бірде моңғолдың уаңына тірде аю жетелеп барып қоныстырап алып, Саршоқыны тұтастай алып, Аюсайдан асып, Таусалмас дейтін сайдан өтіп, Ақбұлақ жайлауына асатын жерде бұл күнде Қарамола аталатын жайлауға дейін жетеді. Бір жылы ел жайлауға енді көшіп, көштің алды сол Қарамолаға жеткенде, баяғы 7 ноянның моңғолдары сақадай сайланып келіп, 100 шақты үйлі қазақты қоршап түгел қырып кетеді. Арасында тірі қалғандары көш соңындағы елге хабар жеткізіп үлгергенше моңғолдар Ақбұлақтан өтіп, Моңғолия жеріне өтіп кетіпті. Бітер іс біткен соң артқы ел жиналып келіп, барлық өлікті арулап жерлейді. Жерлей отырып, ақылдасады. Енді не істейміз? Артынан қуамыз ба деседі. Сонда ел ағаларының бірі: кекті тудырады. Бұл майтыңдағы қырғынға қайтарған жауап. Біз қуып барғанмен соңы тыныш болмайды. Олар кек қуып қайта келеді. Одан да осынша кең жерге ие болып қалғанымыздың өзі олжа. Енді біз бармасақ, олар келмейді деді. Сөйтіп осы шешімге тоқтасып, есесіне шұрайлы қонысқа ие болып қала береді. Осы қырғын болған жер анау қалың бейіттің атымен Қарамола атанып кетеді. Ал оқиға тарихта Қарамола оқиғасы деген атпен қалды. Қарамола жайлауы менің өзіме бала күннен таныс. Бір жақ беткейде қалың ескі ағаш бейіт жататын. Арғы жағындағы Ақбұлақ біздің төр жайлау болды. Бала күннің көп естелігі сонда қалды. Марат Қинаятұлының осы әңгімесінен кейін бала күнгі сол көріністер қайталай көз алдыма келген еді. Ер Жәнібек Бердәулетұлының бастауымен керейлердің Алтайға қоныс аударуы, Найман Қызай руының Ілеге қоныстануы да адайлардың Маңғыстауды алғанына ұқсайды. Алайда бұл оқиға үлкен жағынан айтылып жүргенімен, бір ғасырға созылған қоныстану тарихы толық айтыла бермейді. Тарихтағы әрбір оқиға сол тұстағы ұлттың болмысы мен мінезінен хабар береді. Осындай әпсаналық әңгімелердің де тарихқа қосар үлесі мол деп білеміз. Осы әңгімені айтып берген Марат Қинаятұлы қазір Астана қаласында тұрады. Бұл кісінің өзі осы әңгімедегі сарының руына сіңген атадан тарайтын ұрпақ, алайда ол туралы бөлек айтылар. Мәлімет Қазақстан тарихы сайтынан алынды. Оқыған Қуат Ахметжанов. Ұнаса каналыма жазылып, пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Рахмет.